Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге Казби қосымшасынан анықтамалар қалай аламыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін Казбиге кіреміз. Осы жерде міне госуслуги бөлімін басамыз. Қазір неге госуслуги. Міне бізде цифровые документы деген бірінші болып тұр, соны басасыздар. Өзіңіздің кодыңызды енгізесіз. Жаңағы бірінші болып тұрған цифровые документіға бастым. Енді бірінші кезекте жеке куәлігіңіз тұр. Дәл осы жерді бассаңыздар, сіз жеке куәлігіңізді электронды вариантта бөлісе аласыз. Одан кейін жеке куәліктің астында жүргізуші куәлігіңіз тұр. Оны да сіз жеке куәлігіңізді көрсеткендей жүргізуші куәлігін электронды форматта ұсына аласыздар. Үшінші, социальный ID дейді. Ол менде, мысалға, мен көп балалы анамын. Статусыңызды көрсететін бөлім бұл. Сіз, мысалға, пенсионерсіз ба, немесе мен сияқты көп балалы анасыз ба, сондай статусыңызды көрсетеді. Одан кейін результат ПЦР теста дейді. Егер ПЦР тест тапсырып қойған болсаңыз, соңғы 7 күннің результатын көрсетіп тұратын болады. Соның астында справки new деп тұр. Дәл осы бөлімді басасыздар. Бұл жерден бірінші о пенсионных отчислениях дейді. Пенсияның отчисленияларын көре аласыздар, пенсионный фондыңызды. Одан кейін о социальных отчислениях дейді. Төлемдер түсірілген сот отчисление дейді ғой, соларды қарай аласыздар. Одан кейін төленген пенсия пособиялар, солардың аймайы қаншадан түсті бәрін қарай аласыздар. Одан кейін кезекте из наркологического диспансера дейді. Наркологтың астында противотуберкулезного диспансера дейді. Туб диспансерідан ең астында психоневрологический диспансера дейді. Осыларды басып, әрқайсысын өзіңізге керегін алсаңыздар болады. Мысалы, мен қазір пенсия пособия дегенді үшінші тұрғанды басайын. Осы жерден не көрдіңіздер? 1 айдыкін алуға болады, 3 айдыкін және жарты жылдыкін, яғни 6 айдыкін за год дейді, 1 жыл. Одан кейін за 3 года дейді. За период деп өзіңіздің ең астында қалаған күніңізді, датаңызды жазып, қалаған уақытыңызды жазып қарай аласыздар. Енді за 3 месяца деп көрейін. Міне дәл осылай получить справку дегенді басасыздар. Міне получаем справку от госорганов дейді. Осы мне в течение 2 часов дейді. Осы 2 сағат ішінде маған ол анықтаманы жіберетін болады. Енді наркологтан алып көрсетейін. Получаем справку от госорганов дейді. Қазір бізге міне справканы шығарып берді. Наркологта тізімде жоқ деген справка. Сіз де осылай алып, астында отправить документ деп кез келген адаммен бөлісе аласыздар. Неге дәл осылай кез келген қосымшамен жіберіп алсаңыздар болады. Егер шығарып алу керек болса, өзіңізге WhatsApp-қа жіберіп, ары қарай шығарып алсаңыздар болады. Дәл осындай астындағы сізге қандай справка керек, соны шығарып алсаңыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ, үйден шықпай, кез келген сұраныстағы анықтамаларыңызды осылай аласыздар. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.